ұшқырлар. Фантастикалық әңгіме. Авторы Асқар Алтай. Астанадан көтерілген аққудай ұшақ Алматыға асыға бет түзеді. Ұшақ емес, Зере мен Асыл асығып келеді. Олар Алматыны қыс бойы сағынып, жазғы демалысты күн санап күткен. Ғимараттары сүйірік саусақтай ару Астана көзден ғайып болды. Дөңгелек терезеден сарыарқаның кең даласы жазылып сала берді. Көкмайса дала мен көк орман көмкерген жазира көз тартады. «Дала қандай тамаша», деді Зере. «Иә, бірақ Алатау әйбат, биік», деді кішкене Асыл. Осы сәтте иллюминаторда әппақ тұман басып, түк көрінбей кетті. Ұшақ та оқыс сілкініп, қаршығадай қайқаң етіп, шалқалай ұшты. Жұрт шу ете түсті. Зере мен Асылдың жүректері аузына тығылды. Арқалары орындыққа жабысып, үндері шықпай қалды. Қорыққандарынан көздерін жұмды. Зере ішінен әжесінен үйренген дұғаны оқи жөнелді. Ал Асыл тістеніп алған. Әлден уақытта көзін ашып еді, әппақ тұман екен. Тұман ішінде ұшып келеді. Қасында Зере әпкесі де ұшып келеді. Екеуі де қауырсын қанатты киім киіп алыпты. Әпкесі жанарын жұмып алыпты. Асыл әпкесін оятып жіберді. «Біз қайдамыз?» Аңқау Зере таңырқай сұрады. «Ұшып келеміз», деді Асыл. «Қалай? Ұшақ қайда?» деп Зере қорқа бастады. «Неге тұман?» «Қорықпа. Қазір мына бұлт ішінен шығамыз. Жерге қонамыз». Ауыз жинағанша бұлт сөгілді. Төменде көк орман қоршаған Астана көрінді. Қауырсын киімді қыздар алтын самұрықты тәуелсіздік монументі түбіне қалықтай қонды. Айлары күнмен шағылысқан Әзірет Сұлтан мешіті екеуін еліктіре қарсы алды. «Біз неге Астанаға ұшып келдік? Алматыға бармаймыз ба?» деп Зере ренжіп қалды. «Барамыз», деді Асыл. «Ананы қара, адамдар ұшатын машинаға мініп алыпты. Ұшып жүр». Өздігінен ұшатын қауырсын киімдер де киіпті. Әзірет Сұлтан мешітіне де ұшып келіп жатыр. «Бүгін күн жұма екен. Адамдар мешіт маңында көп», деді Зере. «Тезірек Алматыға ұшайықшы». «Ұшайық», деді Асыл да асығып. «Өзіміз ұшсақ шаршаймыз ғой. Ұшқыш машинаға мінеміз». Олар қып-қызыл жеңіл көлікке мініп, Есіл өзеніндегі көпірге жақындады. Зере монитордан қанат белгісі суретін бармағымен басты. Сол-ақ екен, қызыл сүліктей машинаның бүйірінен қос қанат шықты. Жол бойымен биікке көтеріліп ұша жөнелді. Екеуі көкпеңбек лентадай әдемі Есілді бойлай ұшты. Президент отыратын Ақорда мен Үшкіл пирамиданы биіктен тамашалап, хан шатырға дейін барды. Маңайында дала сәйгүліктері мүсінделген Астана опера театры мен Бәйтерек монументін айнала ұшып, оңтүстікке қарай бет қойды. Соңдарында әсем қаланың көрікті ғимараттарының шынылары күнмен шағылысып, қимай қоштасып жатты. Ұшқыш көлік бұлттан да биікке көтерілді. Төменде будақ-будақ бұлттар шұбатылып, жер ананы көрсетпей тастады. Бірде тұлпар жалына, бірде түйе шудасына, енді бірде ақкөбік толқынды мұхит бетіне ұқсаған бұлт үстінде қырандай қалықтады қызыл машина. Зере мен Асылдың қуаныштары қойнына сыймайды. «Ахахай, біз самғап келеміз», деп айқайлайды олар. Көзді ашып жұмғанша бетпақдаланың үстінен ұшып өтті. Сексеуілді, селеуді даладан асты. Көкпеңбек айдынды Балқаш көліне жетті. Жыландай ирелеңдеген Іле өзенін бойлай ұшты. Нарқамыс пен көкжиде өскен өзен бойы сұлу-ақ. Алатау да көрінді. Аққу мойын ақбас шыңдары жүректі тербейді. Сағынып келе жатқан қыздар айқайлап жіберді. «Алақай, Алматы, Алатау, Көктөбе, Медеу, Найзақара, Шарын, Көлсай, Алақай». Олар мінген қызыл машина оқыс сілкініп қалғандай болды. Екеуі Алматыдағы үйлері тұсына да келіп қалыпты. Зере сенсорлы экраннан қону белгісін басты. Қызыл машина қанаты керіле түсіп, баяу қалықтады. Ұшқыш машина үй іргесіндегі көгалға қонды. Екеуін әкесі күтіп алды. Құрбы сіңлісі Дана мен Диля қуана қарсы алды. Ұшқыр қыздар сіңлілеріне қалай жеткендерін жарыса айтып жатты. Олардың ұшқырларға ауыздары ашылып аң-таң.